Бір істі бастап, соңына дейін жеткізе алмаймын. Осы дәл қазіргі таңда жастардың да, жасы келген жандардың да барлығының проблемасы, 80% адам. Мен бір істі бастаймын да, соңына дейін жеткізе алмаймын. Мен бір курсты сатып аламын да оқуға, соңына дейін никак жеткізе алмаймын. Немесе мен бір бизнесті бастаймын да, ортасында тоқтап қалады деген сияқты. Немесе мен мотивациям жарты жолда өшіп қалады деген сияқты көптеген мен жекеме психолог ретінде хаттарды алып жатамын. Негізі мен осы жерде ең бірінші мынандай нәрсе айтқым келеді. Адам өз организмін управлять етпей, организацияны управлять ете алмайды. Бұл дегеніміз не? Мысалы, барлық нәрсе адамның өзінен басталады. Көп ақша, бәріміз бай болғымыз келеді. Барлығымыз өмірімізде бізге ақшаның жеткенін қалаймыз, бірақ көп ақша дегеніміз, сіз жалғыз өзіңіз никогда өмірде жетпейсіз. Яғни сіз қандай да бір жетістік болсын, ол мейлі сіз курс бітіріңіз, ол мейлі сіз машина алыңыз, тіл үйреніңіз, шетелге көшіңіз, үй алыңыз. Кез келген сіздің жетістігіңіздің артында жол жөнекей, сол жетістікке жеткізетін адамдар тұр. Мен де айтамын ғой, мысалы, мен өзім таныссыз, ешкімсіз жалғыз өзім жетістікке жеттім деп, бірақ ойланып қарасақ, барлығымызды осы жетістікке жету жолда бізге көмек беретін адамдар бар, Енді көп ақша тең көп адам, Яғни ол дегеніміз сіз бір адам болып миллиондар тапқанша, сіз бірнеше адам болып сіздің идеяңызды іске асырып, өзіңіздің миллиондарыңызды тапқан оңай. Бірақ ол үшін сіз ол адамдарға өз идеяңызды жеткізіп, өзіңіздің не қалайтындығыңызды айтып, ол адамдарды сіз онымен қоса басқара да білу керексіз. Себебі сіз басқара алмасаңыз, ол компания, сіздің ол арманыңыз, ол мақсатыңыз ұзаққа созылмайды, сол жерде бітеді. Енді қараңыздар. Ой, мен деген мотивациям өшеді, мен ұйықтап қалам, ұйқым қанбайды, көп ұйықтаймын, сериал көріп қоям, ойын ойнаймын, неше түрлі деген сияқты. Мен бағана әңгіменің басында айттым. Адам болам деген адам өзінің организмін управлять ете алу керек деген сөз. Яғни сіз ең бірінші өз характеріңізді управлять ету керексіз. Ашушаңсыз ба? Қалай да тіліңізді тістеп болсын, немесе өзіңізге штраф салып болсын, қатаң жазалар қолданып, өзіңіздің мінезіңізді контролировать етуге тырысыңыз. Немесе сіз күн сайын ерте тұра алмайсыз, күніге 8-де 7-де тұрам дейсіз, бірақ сіз 10-да тұрасыз. Сіз өзіңізге 2 сағаттық, 1 сағаттық, 3 сағаттық разница қоймаңыз. Өзіңізге тек қана 15 минут немесе жарты сағат, миыңыз сенетіндей етіп уақыт алыңыз. Немесе сіз бір күнде Инстаграмға 4 сағат уақытыңызды құртасыз. Прям өзіңізге қатаң талап қоюдың қажеті жоқ. Ертеңнен бастап мен Инстаграмда бір ғана сағат отырамын деп. То есть сіздің миыңыз жайлап үйренуі керек, миыңыз шошымауы керек, миымен достасуыңыз қажет. Сондықтан да сіз уақытты 20 минуттан, 10 минуттан, жарты сағаттан азайтасыз. Адам өзін контролировать ете алмаса, өзін басқара алмаса, өзге адаммен контакт орната алмайды. Өзге адаммен қарым-қатынасын жөндей алмайды. Және де мынандай ғой, біз көптеген жағдайда мотивация беріңізші деп жатасыз, үстімді до конца жеткізе алмай жатырмын. Әрбір мотиватордың мотивациясы белгілі бір срокқа дейін ғана барады. Сізге өмір бойы ешкім мотивация бере алмайды. Өмір бойы өзіңізге мотивация беріп, өзіңізге шектеу қойып, өзіңізді қолдайтын адам, өміріңіздің соңына дейін тағы да қайталап айтам, ол тек қана сіз. Сен миллионер болу үшін, сен организацияны управлять ету үшін, бір ісіңді до конца алып бару үшін, прям сен ойыңдағыдай қылып, былай емес өзің мақсатыңа жету жолында, сол кезде өз организміңді управлять ету керексің дегенде, мен мынандай оңай техника жасадым, өзімнің өмірімдегі нәрсені іздедім, мен не нәрсені тоқтатуым керек деген сияқты. Мен кофесіз өмір сүре алмайтын адаммын. Вообще, кофені мен күніне 5 чашка ішемін, как минимум, и еще он каждый на 2 штук
қант саламын, иә. Бірақ мен өзіме мынандай мақсат қойдым. Вот мен мынандай цельға жетпейінше, мынандай табысқа, иә, мен табысқа жұмыс жасадым, иә. Осынша табысқа қол жеткізбейінше мен кофені мүлде ішпеймін деп. Бірден кофені тоқтатқан жоқпын. Басында мен 2 қант емес, тек қана 1 қант салып жүрдім. Одан кейін барып мүлде қант салмай кофе іштім. Одан кейін барып кофенің санын азайтып бастадым, 3 қылып, иә. Сосын барып мүлде кофені тоқтаттым. Қашан мен ойымдағы табысыма жеттім, сол кезде мен кофені іштім. Яғни бұл жерде барлықтарыңыз ая кофе ішпей миллионер болып кетті екен емес, барлықтарыңыз кофе ішпей жүрмеңіздер. Бұл жерде просто өзіңіз жақсы көретін нәрсеге шектеу қою, бірақ бұның артқы түпкі үлкен мақсаты өзіңді басқаруды үйрену. Өзіңе, иә, стоп қойған кезінде, иә, сол нәрсеге бағына білу, алға жүр, кеттік, жұмыс жаса дегенде жұмыс жасап кете алатындай, иә. Ең бастысы өзіңізді мақсатқа алып баратын, иә, характер создавать ету. Өмірлеріңіздегі бір сіздер қатты жақсы көретін нәрсені қойсаңыздар болады. Біреулер темекі тартады, біреулер, білмеймін, бір алма жемесе тұра алмайды деген сияқты, иә. Енді біреулер дизи ішпесе, иә, вообще жұмыс жасай алмайтын сияқты болып көрінеді. То есть сіздің өміріңізде сіз жақсы көресіз, иә, ол затты, бірақ ол сіздің денсаулығыңызға зиян, бір тамақ, сусын сияқты затты алып, осымен өзіңізді тежеп көріңізші. Осының өзі сіздің нәпсіңізбен күресуге, иә, өзіңіздің ойыңызды, иә, өзіңіздің мақсатыңызға деген сізде уже не болады, вот осы цельма мен жету керек, сосын ғана мен ішемін деген, жеймін деген сізде мотивация пайда болады. Осыны міндетті түрде жасаңыз, бұл нәрсе маған өте керемет көмектесті. Осы жерде құпия ретінде айтайын, осы вообще осы техниканы менің табысым 950 000 теңге болғанда жасап, мен бар жоғы кофесі өмір сүре алмайтын адамым ғой, кофені 3 ай ішпей, табысымды бірден 10 миллионға көтердім. Сондықтан бүгіннен бастап өзіңіздің, иә, күндік ережеңізге енгізіңіз. Сіз қандай нәрселерді өміріңізден алып тастай аласыз? Негізі бір парақ алыңыз да, күнделікті күні бойы не ойлайсыз, соны жазып шығыңыз. Соның арасында сізге қажет емес ойлар, қажет емес жұмыстар, қажет емес тірліктер, қажет емес адамдар, қажет емес пабликтар, қажет емес, иә, блогерлар шығады. Солардың барлығына отписаться етіңіз. Ана адамдармен жиі емес, редко сөйлесуге тырысыңыз, иә. То есть сізде анализ пайда болады. Мынау маған конкретно керек екен, мынау нәрсе маған керек емес екен деген сияқты, иә. Сондықтан бір істі соңына дейін жеткізудегі өзіңнің мотивацияң өшіп қалмас үшін, иә, оп-оңай бір нәрсе бар. Ол өзіңізді түсіну, өзіңізді қолдау, ең бастысы өз организміңізді управлять ете алу. Осыны жасап көріңіз, кері байланыс қалдыруды ұмытпаңыз. Және де менің осы YouTube парақшамдағы сізге беріп жатқан ақпаратым пайдалы болса, оны дәл қазір парақшама подписаться етіп, лайк басып, төменге өз ойыңызды қалдыруды ұмытпаңыз.